Саламатсыз ба, Демал? Эфирден шықпаңыз, қазір Жанболат қосылады. Саламатсыздар ма? Қазір бізде осы прямой эфирде сұхбат болады. Жанболат Кенжеғұл деген журналистпен. Эфирден шықпаңыздар. Бес минуттан кейін бастаймыз. Саламатсыздар ма? Бүгін бізде Егемен Қазақстан журналисті Жанболат Кенжеғұлмен сұхбат болады, онлайн сұхбат. Қазір шықпаңыздар, қазір бір 3 минуттан кейін Жанболат қосылады, сосын бастап кететін боламыз. Сәлеметсіз Жолдас. Так, қазір сұхбатымызды бастай берейік. Оқырмандарымыз кіріп жатыр. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде сұхбатта, онлайн сұхбатымызда Егемен Қазақстан газетінің журналисті Жанболат Кенжеғұл. Қайырлы кеш, Жанболат. Баршамыз енді білеміз, өзіңіз Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің түлегісіз. Сонымен қатар өзімнің группаласымсыз. Енді өзіңіз мен білетін Жанболат әрқашан енді отанын сүйгіш, патриот, еңбекқор, әрқашан ізденісте жүретін, жастарды, өзімізді әрқашан белсенділікке тартып жүретін өзің болғансың. Қазірде
сол қалпы тартудасың жастарды. Енді бүгінгі тақырып негізі өзің туып өскен кіндік қамын тамған жер Келі Торғай жерінің киелі жерлері жайлы болмақ. Енді өзің білесің, осы Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық кітапханамызда 2 жыл бұрын рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында осы өлкетану әдебиеттері бөлімі ашылған болатын. Соған байланысты енді сенен бүгін Торғай туралы, Торғайдың киелі жерлері туралы біраз ақпарат аламыз деген үміттеміз. Енді сұхбатымызға көшпей тұрып, Жанболат, өзің жайлы ақпарат бере кетсең, журналистика мамандығын таңдауға не себеп болды? Және журналистика саласы несімен қызық? Рахмет, Жұлдыз. Қайырлы кеш, құрметті достар, оқырмандар. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың барша ұжымына және оның оқырмандарына өзімнің сәлемімді жолдаймын. Жаңа өзіңіз таныстырып өткендей, мен сіздермен бірге, сіздердің мекемеде 2 жылдай жұмыс істедім. Мені алғаш жұмысқа барған кезде директорларымыз Дариға Төребаевна өзі қабылдап алды, бізге жөн жобаны үйретті, көрсетті. Солай жұмыс істеп кеткен болатынбыз. Ал жаңағы сіздің сауалыңызға тоқталатын болсам, мен алдымен журналистикаға әлде бір дүние жетелеп әкелді деп айта алмаймын. Оған бір ешқандай себеп болған жоқ. Тек жүрек қалауы деп айтар едім. Өткен себебі әуелде мен ақпараттық жүйелер факультетіне құжаттарымды тапсырып, сонда оқуға түскенмін. Тек әлде бір күннен кейін шығармашылық болып жатыр дегенде естіп, журналистика мамандығына түсуге деген шығармашылық емтиханын тапсырып келдім. Және сол қазір өзіңіз атап өткен Қостанайдағы Байтұрсынов атындағы университетте журналистика кафедрасында білім алдым. Сол жерде бакалавр және магистр мамандығын алып шықтым. Әлі де сол сіздер жақта сырттай болса да оқып жатырмын қазіргі таңда. Және де осы енді Жанболат мырза, өзіңіз екеуміз бір группада оқыдық, білім алдық. Енді қолымызға дипломымызды алғасын әр салаға кеткен болатынбыз. Қателеспесем, осы сіздің ең бірінші жұмыс орныңыз осы кітапханадан бастадыңыз ба? Жоқ, мен ең алғашқы жұмыс орным аймақтық телеарна болатын, Алау телеарнасында сол жерде жұмыс істедім. Қазір былайшықтан кезде шатасып отырмын. Қазір дәлірек айтайын сізге. Кәсіби түрде журналистика мамандығы бойынша мен сол жаңағы Алау телеарнасында бастадым, бірақ студент кезімнен облыстық кітапханада өтіп жатқан іс-шараларға жиі қатысып тұрдым. Өзімнің ұсыныстарымды алып келдім кітапханаға. Сол кезде кітапхана директоры Дариға Төребаевна ұсынысымды қабылдап көптеген жобаларымды жүзеге асыруға көмектесті, қолдау білдірді. Сол үшін қазіргі тікелей эфирді пайдалана отырып, бұл кісіге үлкен алғысымды айтамын. Әлі күнге дейін өзінің қолдауын білдіріп, ақыл кеңесін айтады. Сөйтіп сіздердің тұрақтап жұмыс істеген жерім сол осы Қостанай облыстық кітапханасы болды. Және осы жерде жүріп қосымша жұмыстарымды атқаруға мүмкіндік болды. Сол үшін де мен өте сіздерге ризамын. Соның арқасында бүгін осы Астанаға келіп, көппен бәсекеге қабілетті ортада жұртпен теңесіп жұмыс істеп жүрмін деп өзімді айта аламын. Анық. Әрине. Және де кітапханаға осы жұмысқа тұруыңызға не себеп болды? Біріншіден, маған кітап оқыған ұнайды. Екіншіден, кітапханадағы іс-шараларды ұйымдастырған, оны жүргізген және кітапханаға келетін түрлі кейіпкерлермен, қонақтармен, тіпті қарапайым кітап алуға келген, кітап оқуға келген оқырмандармен тілдесіп, олардың оқиғасын тыңдау, олардың не оқып, не қойып жатқандығын білу, соның өзі мен үшін бір үлкен қызықты дүние болатын. Содан кейін осы бір ой жетелеп әкелді, жұмыс істеу керек деген ой жетелеп әкелді. Кітапханада жұмыс істеп жүріп, мен түрлі қызықтарды және түрлі өзіме қажетті пайдалы дүниелерді ала білдім. Мәселен, мен кітапханада дәл сіздердің ұжымдарыңызда жүріп, мен достықты үйрендім. Әсіресе әлі күнге дейін әріптестерімнің қалай жылы көзқараспен қарайтындығын, қалай бірі-бірін демейтінін, қолдайтынын анық сезініп, өсіп тәрбиелендім десем де болады. Сондықтан ол жердегі алған білімімді, тәжірибемді ешқашан ұмытпаймын, және жүрген жерімде айтып жүремін мақтанышпен. Сондай-ақ ол жерде тағы бір артықшылығы, мен жас болғаннан кейін журналистика саласында білім алып, өстіп оқып, жазып, сызып жүргенімді
байқаған басшылық та және қасымдағы әріптестерім де үнемі мені түрлі байқауларға болсын, я болмаса жиындарға болсын ұсынып отырды. Соның арқасында мен өзім үшін жаста болсам белгілі бір деңгейде имидж қалыптастыруға септігін тигізді деп айта аламын. Мінекей осындай жақсы маған берген мүмкіндіктер үшін де мен Лев Толстой атындағы облыстық кітапханаға алғыс айтудан ешқашан жалықпас едім. Өйткені себебі жастық шағымның, жастық бір белсенділігімнің ортасы дәл осы бір кітапхана болды, және мен бұл үшін ешқашан өкінбеймін. Бұның үшін мен қарапайым азды жастардың арасындағы кездесулерді ұйымдастырудан бөлек үлкен халықаралық конференция өткізген кезде де алдыңғы аға буын әпкелеріміздің, ағаларымыздың атқарып жатқан жұмыстарынан айтқан берген тапсырмаларын орындап жүрген іс-әрекеттеріміздің арқасында тәжірибе жинадым. Әлі күнге дейін барлығы есімде деп айтып отырғаным сол. Сондай-ақ осы кітапханада жүрген кезде республикалық жас кітапханашылар форумына, жастардың форумына қатысуға мүмкіндік алдым. Ол Бурабайдың болды. Сол Көкшетауда Бурабайдың төрінде біз кәдімгі кітапханашылар республикадағы жастар десек те болады. Жастар форумы, кітапханашылар форумы деп атадық. Сол кезде ұлттық кітапхананың ұйымдастыруымен өтті. Сол кезде біз Бурабайдың таудың етегінде ағаш ектік өз қолымызбен. Бұл мен үшін үлкен бір қуаныш болды. Көрікті табиғатқа көрік сыйлай білуде үлкен адамды бақытқа жетелейді екен. Сол жерде үлкен жазушылармен, беделді жас ақын жазушылармен, қаламгерлермен кездесіп танысудың сәті түсті. Солармен әлі күнге дейін белгілі бір байланыста, шығармашылық байланыс демей ақ қояйын, мен өзім ақындық осы әдеби салада ізденіп жазып жүрмін деп айта алмаймын. Тек енді журналист ретінде мен де қаламнан алыс емеспін деп санаймын өзімді. Сондықтан да ол кісілермен бірге жұмыс істеп, тәжірибе жинап сөйлесудің өзі үлкен бір мәртебе. Тіпті сол кезде танысқан Ерлан Жүніс деген ағаларымыз, Елдос Тоқтарбай деген бауырларымыз қазір өзіміз жүрген ортада күнделікті бірге әріптес ретінде бірге жұмыс істеп жүрміз, бірге жиі кездесіп жүрміз деген секілді. Соның бәрі іргетасын қалау осы Қостанай жерінде басталды. Дәлірек айтсам, білім ордасы, кітап ордасы Қостанайдағы Лев Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана дер едім. Рахмет. Жанболат, негізі осы кітапханада жүрген кезде Аққауырсын клубын сен өзің жетекші болып жүрдіңіз, өзіңіз? Сол кезде енді сол кездегі сіз жастарды тарттыңыз біраз. Енді қазір кітапханаға жастарды қалай тартуға болады? Соны қалай айтар едіңіз? Кітапханаға жастар тарту тақырыбы жауап бермес бұрын жаңағы өзіңіз айтып өткен Аққауырсын оқырмандар, жас ақын қаламгерлерінің тобы туралы айта кеткім келіп тұр, үйірмесі туралы. Бұл жерде жалғыз мен ғана, сол кездегі менімен қатар жүрген әріптестерімнің де үлесі болды деп айта аламын. Сол кісілермен бірге жаңағы жұмыс атқардық, жастарды тартуға тырыстық. Аққауырсын бұл жас ақын жазушыларды сол Қостанай Тобыл Торғай өңіріндегі, әсіресе Қостанай қаласында жүрген жастардың басын біріктіретін әдеби орталық болды. Өзінің белгілі бір деңгейдегі миссиясын әлі күнге дейін атқарып келе жатыр деп есептеймін. Бұл жерде Абылай Мауданов, Аслан Қанғожин, Қасқабай Қойшыман ағаларымыз, аты аталмай алған ағаларымыз бар, Жандос Жүсіпбеков деген секілді басқа да өзге аға апаларымызбен бірге жиналып тұрдық. Жас ақындар өздеріне шығарған өлеңдерін айтып, жырларын, тіпті шығармаларын да сол жерде талқылап отырды. Тобыл толқындары деген сіздер шығаратын жыл сайын алманақ болды, соған жырлар еніп отырды, оған іріктеу болды. Сол кездерде біртүрлі қызу қайнаған әдеби ортаның өзіндік бір шет жағасын сезінгендей болдым. Одан кейін жастар тарту сіздерде жүрген кезден бері айтылып жүрді. Содан кейін мен жастар деген бірлестік құрған болдым. Әрине ол өте бір баянды болып кетті деп айта алмаймын, бірақ тиісінше белгілі бір дәрежеде кітапханада өткен түрлі ауқымды іс-шараларға сол жастар бірлестігінің шарапаты тиді деп айтуға болады. Өткен себебі Қостанайдағы әрбір колледж және жоғарғы оқу орындарының студенттерін осы бір бірлестікке тарта отырып, кітапханадағы әдеби іс-шараларды атқару кезінде олардың да көмегіне жүгіндік. Барынша олар бізге көмектесуге тырысты. Олар жиналғаннан кейін біз түрлі ойындар өткіздік, интеллектуалдық ойындар өтті, поэзиялық кештер өтті, түрлі жиындарда сөз сөйледі, өз өлеңдерін оқыды.
үлкен аға әпкелеріне сұрақтарын қойып қалам тербеп жүрген, осы ақындық шығармашылық жолда жүрген жаңағы қаламгерлердің, жазушылардың өмір жолына деген қызығушылығын білдіріп, шығармашылығына үңіліп ой қозғады. Сонысымен де қызықты өтті деп ойлаймын олардың уақыты. Ал қазіргі таңда нақты бір сіздерге жөппелдемеде ешқандай ұсыныс, бір пікір айта алмайды екен, бірақ мүмкіндігінше осындай жастардың атынан құралған бір жаңағы топ болсын, немесе ұйым болсын, кітапхананың ішінен құрылған негізге ала отырып, оларды түрлі тәсілдермен, әдіснамалармен, мүмкін өздеріңіз осы салада ұзақ жыл еңбек етіп келе жатқаннан кейін жақсы білесіздер деп ойлаймын. Өздеріңіздің белгілі бір әдіс жүйелеріңіз бар шығар, сондықтан сол бойынша әуелде жастарды тартып, кейін олардың шығармашылығын түрлі республикалық және өңірлік басылымдарда насихаттап ұсынып беріп отырсаңыздар, мүмкін олардың да талпынысы оянған үстіне оянар түсер деп ойлаймын. Содан кейін бұл ретте бірінші өңірлік Қостанай өңірінде жүрген енді аға әпкелеріміз бар ғой, қалам тербеп жүрген қаламгер ақын ағаларымыз бар. Сол кісілердің де алдына керек әкеліп, сол кісілермен шығармашылық байланыста жүрсе жақсы болар еді деген ойдамын. Әрине бұлай болмай жүр деген пікірде емеспін, бірақ жиірек солай бас қосып отырсаңыздар, және осындай онлайн сұхбат қойып жатсыздар ғой, сол секілді түрлі креативті заманауи бастамалармен үйлестіріп отырсаңыздар, мүмкін көбейген ішіне көбейе түсер деген ойдамын. Рахмет. Тағы бізді қарап отырған оқырмандар, Жанболатқа сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Және де Жанболат, өзіңіз қазір карантин кезінде қандай кітаптар оқып жатсыз? Қандай кітап оқуға кеңес бересіз жастарға? Мен біріншіден кітап оқып жүрген жоқпын дәл қазір, ашығын айту керек. Өйткені себебі қазір бізде карантин уақытына байланысты журналистикада жұмыс істеп жүрген тілшілердің қызметі, ақпарат саласында жұмыс істеп жүрген адамдардың қызметі, жұмысы екі есе көбейді деп айтуға болады. Өйткені себебі ақпарат көп, қазіргі індетке байланысты. Сондықтан да маған да берілген тапсырмалар бар, соларды орындауым керек дегендей. Енді қаланың жұмыс тіршілігін және жұмыстың барын өздеріңіз түсінесіздер ғой. Сондықтан, бірақ соңғы уақыт оқыған кітаптарым туралы айта кетуге болады. Оған да өте көп бола қойған жоқ. Десе де Дидахмет Әшімханұлының 4 томдық кітабын жазушының ұлынан сыйға алған болатынмын. Бұл кітаптарды бірінші томын оқып жарты бетіне болса да келіп қалдым. Сондай-ақ қазір жұмыс столымда да біршама кітаптар тұр. Солармен шолу ретінде сіздерге таныстыра кетейін. Олардың ішінде оқыған кітабымнан бастайын. Бірінші ол Шерхан Мұртазаның «Бір кем дүние» деген шағын ғана кітапшасы болатын. Бұл кітапты мен өзім досыма деп арнап алған болатын, бірақ берудің реті келмеді, өзім оқып шықтым. Қызықты жерлерін, мысалы үшін кітаптың өзіме белгілеп те алған екенін, мына жерде жаңа қарап отырсам, мынандай сары жолақты белгілеп қойыппын. Бұл өзіме ұнаған тұстары болса керек. Кітапты өзімше мен осылай оқыған болам. Сондай-ақ жақында осы қыс мезгілінде қателеспесем, өзіміздің жерлес, өзімнің ауылынан шыққан азамат, қаламгер, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде еңбек еткен ардагер журналист, жазушы Қайсар Әліммен кездесуге барған болатын, үйіне іздеп барып. Сол кезде маған өзінің біршама кітаптарын сыйға тартқан болатын, соның бірі мінекей Қызбелдің Қайсар деген кітап. Сондай-ақ ол кісінің безінген Ләйлек деген кітабы бар, сондай-ақ Кәусар тағысындағы кітаптар бар. Осы дүниелер. Содан кейін Мырзатай Жолдасбековтің Кісілік кітабы деген кітаптар да қолымда тұр. Әзірге оларды парақтап оқып үлгеруге мүмкіндігім болған жоқ, оны жасырмаймын. Жалпы қолым қат еткен кезде, өзім бір пейілді болған кезде кітап журналдарды ақтарып тұрамын. Соның бір айғақ ретінде өзім саналы түрде Қазақстанда шығатын National Geographic деген атақты әлемге тарайтын журналдың Қазақстандағы нұсқасына жазылып қойған болатын. Мұны мен де сізге таныстыра кетейін. Мүмкін оқырмандар арасында, көріп отырған достарымның арасында осы бір дегендер болса, қызықты дүниелер табатын шығар деймін. Мұнда өте сапалы мазмұнды мақалалармен, суреттермен безендірілген және экологиялық түрлі тақырыптарда сөйлеген журнал мен үшін құнды. Және өзіміздің күнделікті Егемен Қазақстан газеті, өйткені себебі ақпараттық кеңістігіндегі алып басылым, өзім жұмысым баспасөз. Сондықтан да мұның шоқтығы биік деп ойлаймын. Және облыстық Қостанай таңы газетін және өзге де басқа түрлі ақпараттық танымдық сайттарды қарап отырамын.
Иә, бұл журнал. Міне сіздерге сұрақтар да келіп жатыр екен, өзіңіз көріп жатқан шығарсыз. Заманауи авторлармен бөлісе кетсеңіз дейді. Заманауи авторлармен қазір қалам ұстап жүрген жастар көп қой. Мен оның бәрін қазір тізіп айтып бере алмайтын шығармын, бірақ десе де өзіммен қатар жүрген азаматтардың шығармашылығын оқып жүрмін. Жаңа айтып өткенімдей, сайттарда, ақпараттық порталдарда күніне жастардың бір жазған әңгімелері, жаңағы ұсыныспен шығып тұрады. Мәселен, Facebook әлеуметтік желісінде мінекей мына бір әңгіме жақсы екен, жастардың аяқ алсын мінекей осындай деген кезде де әлгі бір ақпараттарды, мақалаларды оқып шығамын. Өзіме ұнайтындарды табылып жатады. Әсіресе қазір ондай бір кітаптарын жастардың оқып жүргенім жоқ, өйткені қолыма түсіп жатқан жоқ. Біріншіден, екіншіден оларды іздеп жүрген жоқпын өзімде. Мысал үшін, өзіміздің жаңа қатарлас жүрген Мирас Асан деген ағамыз бар, әріптесім, сол кісінің мақаласын, кітабын оқыдым. Сүйесін жүрек сүйесін деген поэзиялық кітабын. Мирас Асан ақын, белгілі. Содан кейін жаңағы Елдос Тоқтарбай деген бауырымыздың кітабы болды. Сөз сәуле деген. Бұл кітаптарды оқып шықтым. Барлыбек Сырттановқа арналған кітабын оқып шықтым. Содан кейін Ерлан Жүніс ағамыздың кітабын оқып шықтым. Мен ол кісінің жастардың қатарына жатқыза алмаймыз ғой. Әбден толысқан, белгілі ақын десек те оқыған кітабын ретінде айтып отырғаным ғой. Содан кейін Жанболат, сіздің сөзіңізді бөлек, мына жерде сізге бір сұрақ. Бұл журнал ма дейді, жаңағы журналды қайта көрсете кетсеңіз. Әрине, көрсетуге дайынмын. Бұл National Geographic деген журнал халықаралық журнал деп есептеледі. Сондықтан да мен үшін халықаралық сипатта болғандықтан ұнайды. Өйткені себебі бұл жерде біздің Қазақстандағы оқиғалардан бөлек танымдық дүниелер, тарихи, географиялық, әлеуметтік мәселелер қозғалады. Және бұны қазақстандық география қауымдастығынан шықпай, соның аясында жүйелеп жазуға тырысады. Сол жағынан қатты ұнайды деп айтуға болады. Жанболат, сізге сұрақтар өте көп келіп жатыр. Үйде отырып жұмыс істеген қиынға соқпай ма сіздерге дейді. Біріншіден, мен жұмыс орным мен тұратын жатақханам өте алыс емес, арасы 100 метр. Біз барлық қатаң талаптарды сақтай отырып жұмысқа келіп жұмыс істеп жүрміз. Және де Жанболат, қандай мақсаттарың бар деген сұрақ келіпті. Иә, көріп отырмын. Мақсаттарым туралы айтатын болсам өте көп емес. Бірақ өзіме айқын мақсаттарым белгілі бір деңгейде бар деп есептеймін. Және оның бәрін айтып отыру меніңше қисынға келмейтін секілді. Рахмет, мақсаттарыңыз орындала берсін. Және де журналистерге қандай кеңес бересіз деген сұрақ келді сізге. Мен журналистерге ешқандай кеңес бере алмаймын, өйткені себебі мен әлі өзімді толық бір деңгейдегі журналист ретінде, сақа журналист ретінде таныттым деп есептеймін. Әбден толысып, пісіп жетілгеннен кейін мүмкін айта жатармын, қазір ешнәрсе айта алмаймын. Енді онлайн сұхбаттың ең басты сұрақтардың бірі әрине киелі торғай жерінің киелі жерлеріне көшсек. Енді Жанболат өзінің студент кезінде де біздің группамызды талай торғай жеріне апарғын келді. Бізде үлкен арман, бізде барғымыз келеді, ол жерге өз көзімізбен көргіміз келеді. Сен өзің осы үлкен кісілермен барып, аралап, киелі жерлерді есімде, сол барған есімде. Өзің бардың, аралап? Жоқ, бардым дегенде мен олай толық бәріне бардым дей алмаймын, бірақ мына бір оқиға әлі дейін есімнен кетпейді. Бұл ретте де осы облыстық кітапхананың қызметкері болып жүрген кезде маған үлкен бір демеу білдірген нәрсе Тайқа Төребаеваның рұқсатымен мынау Кейкі Батырдың бас сүйегін әкелді ғой. Туған жері Амангелді де жаңағы ұлт азаттық көтерілісі кезінде бас қаһармандардың бірі болған Кейкі Батырдың кесенесі салынды. Содан кейін сол кісінің бас сүйегін әкелді. Сол кезде сол бір рәсімді, бас сүйекті жерге туған жеріне табыстау рәсіміне қатысып, үлкен бір тебіреністе болдым деп айтсам болады. Бұл енді ешқандай әсірелеп сөйлеу емес, ойдан құрау емес. Әлі күнге дейін көз алдымда жаңағы Қобдишадағы бас сүйекті әкеліп жатқан кезде ойнаған күй, кәдімгі адамның жүрегін қозғайтын, адамды тебірентетін ерекше бір әсер сыйлады. Кәдімгі бабалардың рухына сол жерде еріксіз риза боласың. Сол кісілердің қалдырған аманатына,
сол кісілердің осындай бір бейбітшілікті сыйлауға деген өз өмірлерін тәрк еткен қасиеттерін, қабілеттерін көз алдына елестетіп таң қаласың. Осындай бір киелі жерлердің бірі Кейкі Батырдың кесенесі деп айта аламын. Бұл жерге бір емес бірнеше мәрте бас сұқтық құрылысы болып жатқан кезде бірнеше рет өттік, және ресми ашылу салтанатында бас сүйектің қойылу, жерге табысталу рәсімінде болдық. Қол жайдық батыр рухына. Әлі күнге дейін осы нәрсе ойымнан кетпейді. Екіншіден, мен өзім Торғайдан болғанмен, жаңағы Қызбел ауылынанмын, және барлық бір Торғайдың жерін аралап шығып, Торғайдағы киелі жерлерді жатқа білем деп те айта алмаймын, оны мойындау керек. Біздің білетініміз 1-9, білмейтініміз 99 деген секілді. Сондықтан жаңағы Кейкі Батырдың кесенесі туралы айтып өттім. Екіншіден, біздің Міржақып Дулатов алаш арыстарының бірі, алаш қозғалысының қатарында жүрген азаматтардың бірі. Сол кісінің туған жерінен біз дедік. Сәйкесінше сол біздің ауылдан 40 шақырым жерде Бидайық деген ауыл бар. Сол жерде біздің жаңағы арысымыз Міржақып Дулатовтың сүйегін әкеліп, Сосновец деген жерден әкеліп, осы Торғайдың топырағына табыстаған екен. Бұл 1991 жылы. Сол кезде ашылған музей және кесене әлі күнге дейін бар. Ол туралы біз жаздық. Ол туралы мен бейнематериал да дайындаған болатынмын өзімнің YouTube каналымда. Бұл да бір көпшілік іздеп келетін алаш арыстары деген кезде тәу етіп алдымен осында келетін азаматтар жиі болып тұрады. Сондықтан да өткен кеткен адамдар көп. Солармен бірге біз де кезінде барып Құран бағыштап батыр бабаларымыздың басында болдық, кесенесін көрдік. Одан кейін бұл туралы облыстық Қостанай газетіне жаздық та. Сондай бір қызықты дүниелер бар. Одан кейін көп танымал жерлерден бөлек танымал емес, айтылуы аз, қамтылуы аз киелі жерлер де бар. Ол әрбір өңірде, әрбір ауылда бар деуге болатын секілді. Сондай біздің ауылдың азаматтарының бірі Мадияр руынан тарайтын Қарсақ Батырдың кесенесі бар екен. Ол кесененің құрылысын жандандырып қайта салу кезінде Бәйгерей деген ауылдың азаматы болды. Сол кісімен бірге біз жаңағы жерге бардық, көмектестік, қолымыздан келгенше сол туралы баяндап, жазып көрсеттік. Ал аңыз бойынша ол кісі жоңғармен қалмақпен соғыста ашумен келеді де, өзінің еліне, жеріне келе жатқан кезде анадайда жүрген бір 40 баланы көреді екен, ойнап жүрген. Сол 40 баланы көріп, бірақ ол бала деп ойламайды, көзі қанталап кеткен, жаудан келген үлкен ашу үстінде дейді. Мүмкін ауырса керек, енді жер хабарын білмесін, біз білмейміз, бірақ бізге жеткен аңыз осындай. Сол кезде көзі қарауытып кеткен кісі жаңағы жерде 40 баланың барлығын жау деп ойлап қырып тастаған дейді. Сол жерде балалардың барлығы қайтыс болған, өзі де содан кейін көп ұзамай сол жерде ауырып қайтқан дейді. Сол жерде кесенесі тұрды, үлкен дөң, Тоқанай Қызбел тас жолының оң жағында бара жатқан кезінде тұрады, кесенесін салдық. Кейін бертінге дейін ол жерде үлкен бір күрзі тұрған екен, жаңағы шоқпар, және оның қолданған жаңағы бір несі деп қалқаны деген секілді. Барлығы жоқ болып кеткен, ізім қайым, тіпті кесенесі де құлап қалған екен. Соның барып көтерілуіне барынша жұмыс істеген азаматтар болды, біз соған куә болдық. Сондай киелі орындар көп. Мен енді ар жағында Ақкөлде Ахмет Байтұрсыновтың жаңағы туған жерінде өзінің жаңағы үйі, музейі бар. Бір Жангелдин ауданы Торғай селосының өзінде 5 бірдей музей бар. Мысалы үшін оның бәрін жеке аралап шығудың өзі үлкен бір экскурсияны қажет етеді. Мұнда мен бәрін айтып отыра алмаймын. Бірақ өзім Ахмет пен Ахан мен Жаханға арналған Торғайдағы музейде болдым. Оның ішінде жаңағы өзімнің туған жерім Қызбелден шыққан талай-талай алыптармен қатар басқа да сол Торғайдың арлы-берлі ауылдық жерлерінде елге танылып үлгерген, халыққа еңбегі сіңген, қызметі сіңген тау тұлғалар туралы ақпараттар, олар қолданған дүниелер көп. Әсіресе Міржақып Дулатовтың сақал қырғышы, қайшысы, қолданған шаш тараған тарағы деген секілді, тіпті оның жамылған көрпесіне дейін осы Торғайдағы Ахан мен Жахан музейінде тұр. Сондай-ақ Оян қазақ кітабының түпнұсқасы да осы неде орналасқан, музейде орналасқан. Жаңа айтып өткендей Шақшақ Жәнібек, тағысын тағы өте музейлер кешені өте көп. Оның бәрін мен сіздерге айтып отыра алмайды екен. Бірақ көзі қарақты оқырман қазіргідей жағдайда ақпараттың кеңістігі ғой деп ойлаймын.
сондай ақ тағы да мынау торғайдан бөлек Амангелді аудандары жағында да киелі мекендер өте көп деп айтады. Әсіресе Екідін деген жер бар, иә Сарыторғай, Қараторғай жақтарында көп айтылады. Одан кейін үрпек иә, Амангелді жеріндегі секілді кесенелер, ғибратты орындар көп. Ал Татыр шайқасы өткен жер қандай? Ол жерде де мен болдым. Татыр шайқасы өткен жерде арнайы қойылым ұйымдастырылды, Амангелді Имановтың көтерілісі туралы баяндалды. Сол жерде көзі қарақты, көненің көзі Сапар деген бір ақсақал тебіреніп тұрып өткен митингте сөз сөйлеген болатын, алаш қозғалысында атсалысқан азаматтардың өмірі туралы айтқан болатын. Енді бұл туралы жазылып жатқан дүниелер өте көп. Мен мұның бәрін қамтып, ана жерін бір, мына жерін бір айтқаннан көрермендер бір нәрсе оқып кетеді деп ойламаймын, бірақ әйтеуір қызықтырудың жолы деп есептеймін өз басым. иә әрине әрбір қазақ баласының арманы шығар торғайдың барып даласын көріп киелі жерлерін аралап танысу. Және де сізге тағы бір сұрақ, ауылға оралып қызмет істеу ойда бар ма дейді. Иә, мен көзім шалып отыр бұл сұрақты. Рахмет, біріншіден осындай сұрақтар қойып отқандарыңызға. Екіншіден, иә, ауылға ма жоқ, ауданға ма, тіпті облысқа ма ешқандай да қарайламас едім, егер шынымен жан қалауым болып тұрған жұмыс болса, және шынымен де менің сол нәрсеге қажеттілігім, күш жігерім жететіндей болып тұрса, мен ешқандай жұмыстан бас тартпас едім. Ең бастысы, біріншіден өзімді өзім сол жұмыс арқылы қамтамасыз ете алсам, біріншіден моральдық жағынан, екіншіден материалдық жағынан өзім үшін жайлы болса, мен ешқандай жұмыстан бас тартпаймын. Кез келген жұмысты істеуге әзірмін деп айта аламын. Сұрақтарыңыз болса, оқырмандар сізді қарап отырған. Көріп отырмын, біздің өзіміздің Амангелді ағай отыр екен, ағайымыз. Біздің кураторымыз. Сәлем, біздің кураторымыз. Осындай азаматтардан білім алып, осы кісілердің қолдауын сезінгеннен кейін барып, біз осындай дәрежеге жетіп, сізбен біз болып сөйлесіп отырмыз. Бірнеше жұрттың, бірнеше көрерменнің алдында. Бұл да үлкен абырой деп ойлаймын. Біздің жеңісіміз, ол кісілердің жеңісі, біздің тұрғанымыз, ол кісілердің абыройы деп білемін. Сондықтан сіздерге де үлкен рахмет айтамын. Жанболат, бүгінгі сұхбатыңызға сізге көп рахмет. Қызықтыра білдіңіз деп ойлаймын. Әрине, сіздің енді армандарыңыз орындалсын. Келесі кездескенше онлайн сұхбатты осымен аяқтасақ. Жақсы, Жұлдыз, сіздерге және осыны тамашалап отырған барлық оқырмандарыма және достарыма рахметімді айтамын. Алғысым шексіз. Сау саламатта болыңыздар.